Арма әлеуметтік желі қолданушылары, біз қазір Тараз қаласынан қосылып тұрмыз. Мына кісілер біздің тазалығымызға жауапты, қаланың тазалығын қамтамасыз ететін қарапайым жұмысшылар. Президентіміз айтқан, былтыр жылы өзі қарапайым жұмысшылар жылы болған жоқ па? Енді сол жұмысшылар біздің құқығымыз тапталды жұмыста. Айлықтан болғанда жаңағы медстраховка дейміз, ол түспейді дейді. Жұмыста біраз заңсыздықтар бар дейді. Қазір соны түсіруге келіп тұрмыз. Жасыл Тараз мекемесі ма бұл? Жасыл Тараз мекемесі. Қазір кім бізге қысқа нұсқа түсіндіріп бере алады деген? Не мәселе екен? Айтамын, мен өзім саптыра берейін. Не мәселе сіздікі? Мен Жасыл Тараз мекемесінде уже 9 жылдан астам жұмыс істеймін. Бізге қазір жаңадан келген басшылық тараптары, жаңағы КМБ-дан, комитетчиктар, сол кісілер келген. Келгелі қысым, напряжение, бұяқта жұмыс істейтіндерден басшылықтар тарапы көп. Жұмысқа кіреміз деген кісілердің бәрін мұны шақырып, документтердің бәрін дайындап қойған. Бұл кісілердің бәрін бастықтар, зам директорлер де аламыз, списогын өткізіңіздер деген. Енді жұмысқа қабылдамай жатыр. Қабылдайтындары үншейін басшылық тараптар, сотталған, жаңағы бұзылған, сондай адамдардың бәрін жұмысқа алып тастаған. Ал сіздер жұмыстан шығарып тастап отырмысың ба? Алмай жатыр. Біздің мынау кісілер істелініп жатыр, бізге айлығымызды көтереміз деген, оны көтермеген, воскресеньясы бар, күн демей, түн демей жұмысқа алып жатыр. Айлығы аз, ауырып больницаға баратын болса, медстрахованиялар төленбеген, қабылдамайды. Қанша айлық алып жатсыздар? 180, 183 сондай. Сіздің есіміңіз кім? Мөлдір. Фамилияңыз? Желеубаева. Қызметіңіз қалай болады сіздің? Мастер. Осы не деді? Көше тазалығын. Сіз айтып беріңізші, не мәселе сіздер толқынды? Сіздің мәселе мынау ғой, қазір мынау Жасыл мына неге мынау қарапайым халықты Түймегет Байзақ ауданы Түймегет ауылынан қабылдану керек еді. Біздің бар алдындағы октябрь айында қабылдаған 120 шақты адамбыз. Осы кісінің 5 ай болды істегенімізге. Айлықты стабильный, айлықты берілем дейді. Береді, бірақ айлық кем түседі. Страховкамыз жоқ, пенсионка жоқ түсіп жатқан. Пенсионканы февралға түсіпті, 2000 теңге пенсионға түсіпті. Сұрасаңыздар не дейді енді? Сұрасамыздар, ана бухгалтердің анауына бар, ана бухгалтерге барсақ, тексен бүгін жазылмайды, сендерге демалыс ешкім істе деп айтқан жоқ дейді. Демалысты да істеу үшін? Демалыс күнді тоқтамыз. Алдымыздағы қарда, қалың қарда, өткенде қалың қарда, бәріміз. Балашамыз кешке дейін жұмыс істейміз, уақытысымен істейміз, жұмысқа уақытысымен келеміз. Айлығыңыз қанша сіздің? Айлығымыз біздің январдан бастап 206 мың болды деген. Менікі 191 түсті. Мейлі, оны кеміз енді пенсионка түсем өтсек, пенсионка жоқ. Октябрьдан бастап жоқ па? Мен октябрьдің 20. Яғни қазір больницаға барсаңыздар жата алмайсыздар. Жата алмайды, қайтып келді ауырып. Міне, есіміңіз кім? Роза Акимбаева, Роза Жакен қызы. Тағы қосып бар ма? Қай бардыңыз? Ауырып барды бұл кісі. Страховкасыз больничный қатып шығармайды. Сіздің аты жөніңіз кім? Шамыратова Гүлзада. Енді өздеріңіз мынау басшылыққа айтып көрдіңіздер ме? Не дейді? Не уәж айтып жатыр бұл кісілер? Мен уәж айтқан, мен айтайын. Мен айтайын. Қалай кіргізбейді? Сіздер өшел жұмыс істемейсіздер ме? Міне, мен айтып жатырмын ғой сізге. Мына кісілерді енді қабылдау. Онда кірейік, онда сұрап көрейік. Демалыс жоқ, соны айту керек. Қалай сіздер қанша күн жұмыс істейсіздер? Жексенбі күнді 5-ші ай істеп жатырмыз. жексенбі күнді жұмыс істейміз. Басынан бастап айтып беріңізші, қалай? Бізде демалыс жоқ. Аптада бір күн демалыс болу керек қой негізі. Ең болмаса бір күн. Сол демалыссыз жұмыс істейміз. Біз айттық, талап қылдық, демалыс күнге де ақша қосыңыздар деп. Сол ақша жаңағы Қанша адам сонда? 100-дің? Аламыз деген, бұл бізге Мен түсінбей атқаным, сонда бұл кісілерді аламыз дейді. Бұл кісілер қазір жұмыс істеп жатыр ма, істемей ма бұл? Жасыл киінгендер істеп жатыр. Мына жасыл киінгендер жасыл елде уже 5-ші ай жұмыс істеп жатыр. Бірақ жаңағы медстраховкасы басқасы төленбейді. Ал сіздерді сіздердің орындарыңызға басқа біреуді алып жатыр ма сонда? Ал басшылыққа кіріп ондайларды айтсақ, мына бухгалтеріне дейін бізге дөрекі сөйлейді.
шығыңдар деп айқайлап береді. Biz başlıklara vuramıyoruz мысалы. түсірмей қойыңызшы мені. Мен түсіріп жатырмын ғой тәтті. Біртүрлі екен. Ал енді бір адам жоқ па? кіргіздірмейді. Жабық па қазір есік? Адам бар. Аха, шумала бер. Шумаласын. Жалпы қанша адам мына жерде? 100 мына 70 жаңадан жұмысқа кірген. Ертең документімізді мына декабрьда кеткендер де бар. 3 ай болды. Ертең келген адам жұмысымыздан шығып кеткен адамдар да бар. Жұмыста жүр, жұмысқа Кірісімізға не білмесін деп айтсын бізге. Жай болды жүргенімізге. Тағы да айта кетейін, бұл кісілер 100-дің үстіндегі адамдарымыз дейді. Жалақы мәселесін айтып, Жасыл Тараз мекемесінің жұмысшылары міне кеңселеріне баса көктеп кіріп, мәселені басшылықтан сұрауды талап етуде. Айтуларынша өздеріңіз тыңдағандағыдай, не тыңдамады, үлгермеп қазір қосылғандарыңыз болса айта кетейік. Пенсионкамыз жүрмейді, страховкамыз жүрмейді деген нәрселерін айтып отыр. Қазір кіріп көріп сұрайтын боламыз. Және еңбек талаптары сақталмайды дейді. Өтіп кетсе бола ма? Жабық әдетті жабық. Басшылығы жабық. Не деген әдет ол? Біздің жұмыс шешіміз. Басшылықтан ешкім жоқ па екен мына жақтан сұрайды? Жалмаса, басшылықта кім бар екен? Енді бір орынбасары, бір маман, ешкім жоқ па? Сонша адам тұрғанда. Бұндай кезде басшылық тарапы қашып кетеді. Ешқандай сөйлеп жатқан кезде бізге дөрекі сөйлейді. Ауыздарына енді балағаттап та сөйлейтін кездері болған. Іске келген кезде өстіп қашып кетеді. Кіргіздірмейді, міне өздеріңіздер көріп жатсыздар. Бұл кісілер жұмыс істейміз деп жүрген кісілерді жұмыс істеткіздірмейді. Баламызбен жас балалар айқайлап тұрады. Сен кімсің? Ал бұл кісілердің орнына кім жұмысқа алып отыр сонда? Өздері жұмыс істемейтін басшы тарапындағы жап-жас адамдарды алып алады, сотталғандарды алып алады. Жұмыс барын білмейтін кісілерді алып алады. Біз айтқан жоқ, жұмысқа адам аламыз деп айтқан жоқ. Не үшін максимум жинап тастаңыз деп азамат. Әшейінен ешкім жүрмейді. Үш айдан бері жүрміз. Үш ай болды міне жүргеніміз. Ал енді қала, бұл енді Жасыл Тараз мекемесі жартылай коммуналдық қой, әкімдіктің несінде. Әкімшілікке хабарласып көрдіңіздер ме? Әкімдіктер не айтады? Ешкім мұны өздерін тыңдамайды. Бұл мәселе бүгін жиналған мәселе ме, бұған дейін болып? Алдындағы бізде жұмыс. Енді бұл жақта ешкім жоқ болып тұр ғой енді. Келсін шақыртсын. Келсін әкім деген әбет ол. 3 айдан бері бар жұмыстан айырылып. Bir gün келіп деп оны айтсындар. Saat 10'dan beri тұрмыз кіргізмей. Сағат 10-нан бері тұрсыздар ма сіздер? 9'dan beri saat. Ешкім қабылдаған жоқ па сіздер? Қайта қуып жатыр ғой кетінген. Дәулетбай! Бұл кісілер тәртіп сақшылары да келді. Қоғамдық тәртіпті қадағалауға киімдерінен. Бұл кісілер Жасыл Тараз, бұл кісілер полиция қызметкерлері. Сыртқа шығайық ондай болмаса. Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыздар? Жағдай осындай, таңғы 9-да келгенбіз дейді, бірақ бірде-бір басшылық, бір жауапта адамдар келген жоқ. Есесіне міне тәртіп сақшылары тап тұйнақтай өз тірліктерін біліп, қоғамдық қадағалауға енді бұл жақта күтіп
жауап болмағандықтан қазір тұрғындар осы жерден әкімшілікке барамыз деп жатыр. Осы жерден жүргендер. Жүріңіздер, әкімшілікке барайық. Бұл бастықтар ешнәрсе істеспесе, әкімшілік. Дәулетбай, оны мына жақтан алып жүре бер, алдынан. Міне автобуспен қазір қала әкімшілігінен, әкімнің өзінен араша сұрауға. Автобуспен барасыздар ма сіздер? Жоқ, машиналы барлар бар ғой енді. Қала әкімшілігіне қарай бет алып жатыр. Наразылық танытушылар мәселені бір жақты шешуді талап етуде. Өкініштің орайы дейміз ба? Телефоным өшіп қалайын деп тұр. Жалпы ұзын ырғағы осы.